Сәлем достар, бүгін таргетинг жарнаманы телефон арқылы үйренеміз. Ол үшін реклама деген программаны, осы программаны біз Play Market'тен скачать етеміз. Скачать етіп аламыз и рекламаға кіреміз. Рекламаға кірген кезде автоматически сіздің Facebook парақшаңыз шығады. Мысалы, продолжить как Бибатамрат, бұл менің қосымша Facebook парақшам. Өзімнің атыммен қайтадан ашылмайтын болған соң, сестренкамның атымен ашқан болатынмын. Дәл осылай шығады, отслеживать управление. Өткіземіз, создание и таргетинг өткіземіз, быстрый доступ ко всему рекламному. Жалпы осылай шығады, начать басамыз. Енді қараңыздар. Осылай шығады, бірақ біз екісті басып шыға саламыз. Енді мына жерде біздің жалпы біздің аккаунтымыз шығады, рекламный аккаунт. Басында главный деп тұр, главный деген бұл біздің самый бастапқы жаңағы парақшамыз. Одан кейін мына жерде рекламный агентство деп тұр. Осы рекламный агентствоға басамыз. Мына жерде қарасаңыздар, жалпы менің полностью жасалған рекламам. Менің аккаунтым істеп тұр ғой өйткені. Менде жалпы реклама жасалынған. Осы жерден көре аласыз шыққан рекламаңызды. Енді біз жаңадан рекламаны қалай создать етеміз? Ол үшін мына жерде қараңыздар, сәл жоғары көтерсек, жоғары көтереміз. Сол кезде мына жерде бізде создать рекламу деген түріне. Создать рекламу дегенді басамыз. Мына жерде рекламное агентство. Менің Инстаграм парақшам, рекламный қосымша парақшам Гүлнұр Даймондс деген. Бұл менің қосымша реклама парақшам Инстаграмдағы. Фейсбуктағы негізгі парақшам рекламный агентство. Яғни бұл екі парақша бір-біріне привязка жасалып тұр. Сізде де дәл сондай өзіңіздің Инстаграм парақшаңыз бен Фейсбук парақшаңыз бір-біріне привязка жасалынады. Мен ол видеоны жіберетін боламын. Енді продвигать публикацию, просмотр видео, привлекать трафик на свой сайт, получение сообщений, продвигать страницу, продвигать мероприятию деп тұрады. Біз осының ішінде қайсыны таңдаймыз? Қараңыздар. Мына жерде привлекать трафик на свой сайт деген тұр. Осыны басамыз, үшінші. Осыны басамыз. Бізде қараңыздар, бізге жаңағы рекламаның изображениесі, кәдімгі картинаның көлемін көрсетіп тұр. Яғни біздің картинамыз қаншалықты размерде болу керек. Сәйкес келмесе біз суретті өзгерте аламыз. Төмен жағында осы жерде нені басамызда, птичканы басамызда өтеміз. Байқамай қалмаңыздар, мынаны басып өтеміз. Енді біз рекламаны жаңағы аштық. Ол үшін бірінші настроить объявление для истории деп тұр. Осыны басамыз. Ашылсын. Так. Жалпы бұл реклама. Өткізе саламыз. Спросить. Қараңыздар, мына жерде бұл бізде шаблоны жарайды. Сохранить. Қараңыздар, жаңа кірдік қой. Привлекайте трафик на свой сайт. Қайтадан кіреміз. Изображение тұр, Асты жағында фотопленка деген тұр. Осы фотопленканы таңдаймыз. Разрешить. Разрешение береміз. И алдын ала біз реклама шығармас бұрын өзіміздің видеомызды, текстімізді, немесе картинамызды дайындап аламыз. Сол картинаны қоямыз. Мысалы, менде уже картина дайындалған. Мінеки, дайын тұр. Осы картинаны мен әрі қарай рекламаға шығарам. Қараңыз, вы можете настроить объявление для истории на свой вкус и выбрать шаблон и менять изображение текст. Жалпы бұл жерде кез келген шаблонды, кез келген нені ауыстыруға болады.
менің өзіме бәрі ұнайды, сондықтан мен осылай қалдырамын. Енді келесіні басу үшін міне мынаны таңдасақ, уже біздің екінші бетімізге өтеді. Енді қараңыз. Мынау арқылы сіз өзіңіздің суретіңізге текст қоюға болады. Қараңыздар. Міне осы жерге өзіңіз жаңағы текст қойсаңыз болады. Редактировать изображение деп қойып, логотип қойсаңыз болады, текст жазсаңыз болады. Жалпы бәрін жазсаңыз болады. Бірақ біз оның бәрін жазбаймыз, өйткені бізге ол тиімсіз. Және Facebook бар жоғы суреттің 20% ғана жазумен қабылдайды. Яғни суреттің бәрін сіз жыбырлатып жаза алмайсыз. Бетіне өте көп текст жаза алмайсыз, өйткені Facebook оны қабылдамайды. Сол себепті. Енді заголовок. Қараңыздар. Не заголовок? Заголовок дегенге біз не жазамыз? Заголовок дегенге біз мына жерде рекламный агентство деп тұр менде. Бұл менің жай ғана өзімнің жаңағы нем тұр. Басында қалай ашылған менің парақшам сол ғана тұр. На самом деле заголовок деген жерге біз өзіміздің тақырыбымызды жазамыз. Біз не сатамыз? Мысалы, мен өзім таргетингпен айналсам, осы жерге мен өзім таргетингтің несін жазам. Бір күнге 20 клиент жазатын таргетинг жарнама жасаймын. Мысалы, бұл менің офферім. Тақырыбым, былайша айтқанда, менің тақырыбым. Маған осылай ұнайды, мен осылай қалдырам. Бұл заголовокқа тақырып жазасыз. Екінші, мына жерде текст деп тұр, Осы текст дегенге сіз өзіңіздің жаңағы клиентке ұсынып жатқан текстіңізді жазасыз. Немен айналысасыз, не сатасыз, қандай ұсынысыңыз бар, сол текстіңізді жазасыз. Мысалы, мен мына жерге өзімнің жаңағы текстімді алдын ала дайындап қойған, мен өзімнің текстімді жаздым, Не қараңыздар. Бұл тексттердің арасын кішкене ашып жазамыз, өйткені клиент оқыған кезде кішкене түсінікті болу керек. Сол үшін араларын сәл-сәл ашамыз. Өйткені ашпасаңыз оқығанға қиын болады. Міне осылай арасын ашып қоямыз да. Біздің жаңағы жарнамамыз жазамыз. Мысалы, алғашқы клиентке тегін консультация. Мына жерге мен өзімнің жаңағы негізгі парақшамды жазып қойсам болады. Гулимблог, мысалы. Парақшамнан көрсеңіз болады. Осылай өзіңіздің логиніңізді де жазып қойсаңыз болады әрине. Дәл қазір подробнее басып тегін консультация алыңыз. Мысалы, текстіміз дайын. Енді мына жерде бізде сайт деген тұр енді. Картинамызды қойдық, текстімізді қойдық. Міне енді төмен жағында сайт деген тұр. Осы сайт деген жерге не жазамыз? Бұл жерге біз WhatsApp ссылкамызды қойсақ болады, немесе Instagram парақшамыздың ссылкасын қойсақ болады, немесе тікелей WhatsAppқа шығарсақ болады. Жаңағы WhatsAppқа шығатын ссылканы қойсақ болады. Мысалы, ua.me өстіп 7-ден басталып өзіміздің номерімізді қойсақ болады. Яғни 700. Тек қана 7-ден бастап жазамыз, өйткені сіздегі номер 8-ден бастап жазсаңыз, оны сайт қабылдамайды. Сол себепті 7-ден бастап жазамыз. Енді сайтымыз дұрыс орында тұр. Мына жерде енді призыв к действию деп тұр, Бұл дегеніміз не? Клиент бізде сізге қандай кнопка керек? Мына жерде неше түрлі кнопкалар тұр, В магазин, забронировать, подробнее, регистрация, скачать, Егер сіз онлайн магазиніңіз болса, онда магазинді қойыңызға болады. Егер сіз
сетевой маркетингпен айналысатын болсаңыз, немесе басқа да бір жаңағы услугамен айналыссаңыз, онда подробнее қойға болады. Ал егер сіз жаңағы тырнақпен, немесе салон красотымен, немесе шашпен айналысатын болсаңыз, ол кезде желательно забронировать дегенді қойсаңыз болады, өйткені алдын ала орын алу керек олар. Сол себепті забронировать дегенді қойдық. Мен өзім таргетинг жасаған кезде көбіне подробнее қоям, өйткені менде услуга сондықтан. Енді бізде призыв к действию таңдадық. Место размещения тұр, мына жерде қараңыздар. Место размещения міне астында. Осыны таңдаймыз. Бұл деген сөз, бұл сіздің аудиторияңыз. Жалпы қандай аудитория сізге керек, сіздің стабильно нақты клиентіңіз кім, соны таңдау керек болады. Бұл жерде автоматически деп тұрады. Осыны біз ауыстырамыз ручной. Өйткені сіздің клиентіңіз кім екен тек сіз ғана білесіз. Міне ручнойға ауыстырдық. И енді қараңыз. Место размещения. Тұрыңыздар, аудиторияны қазір таңдаймыз. Место размещения ол нақты қайда жергіңіз келеді? Фейсбукқа ма, жоқ Инстаграмға ма, жоқ аудиенс нетворкқа, немесе мессенджерге жергіңіз келеді ма? Сол қайсына жергіңіз келеді, соны таңдаймыз бұл жерде. Қараңыздар. Міне, Facebook все деп тұр. Яғни Facebook қайда кетеді бұл реклама? Instagram все деп тұр. Instagramға да аудиенс нетворк жалпы бәріне кетеді деген сөз. Бірақ біз оны ауыстырамыз. Мына жерде мұқият қарап алыңыздар, аккаунт сізде дұрыс па, дұрыс емес па? Бұл аккаунт менде дұрыс, және өзім реклама жіберетін аккаунтым. Енді қараңыздар, компьютер. Выбрать тип устройства дейді. Жалпы сізге компьютермен отыратын адамдар керек па, жоқ әлі телефонмен ба? Соны таңдаймыз. Компьютер бұл жерде керек жоқ, алып тастайсыз, мобильный устройствоны қалдырасыз. Енді платформа астында тұр. Платформаларды. Facebook все деген тұрады. Facebook'тың жалпы Facebook'ты қалдырсаңыз да болады, қалдырмасаңыз да болады. Көбіне мен Facebook'тың бәрін алып тастаймын. Өйткені Facebook'ты қойсақ, кішкене жаңағы запрет қояды. Көбіне Facebook запрет қояды, сондықтан Facebook'қа тек идеально рекламаны ғана жіберу керек. Енді жаңағы тырнақ сияқты нелерді жіберсек, ол кезде кішкене запрет қою мүмкін. Енді екіншісі міне Instagram тұр. Instagram'ды ашамыз. Бұл жерде лента тұр. Қараңыздар, мына жерде лента мен сторис тұр. Яғни Instagram'да сіздің рекламаңызды екеуісіне де көрсетеді деген сөз. Бұлар птичкамен тұра берсін. Енді аудиенс нетворк. Яғни бұл жерде бізде нативная реклама, видео реклама, инстрим, бонус. Бұлардың ешқайсының сіздерге қажеті жоқ, сондықтан біз бұны таңдамаймыз. Қалдырамыз. Мессенджер час деп тұр, история. Мессенджерді тоже алып тастаймыз, бізге оның қажеті жоқ. Тек қана мұқият қарап алыңыздар, мына жерден тек все деп Инстаграмды ғана қалдырамыз, қалған бәрі ничего болып тұру керек. Жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Содан кейін барып мына птичканы басамыз да сақтаймыз. Жоғары жақтағы міндетті түрде сақтап алыңыздар. Бұл қажет болады. Енді қараңыздар. Мына жерде менің рекламамның қалай көрінетінін шамамен көрсетті, предпросмотр рекламы деп не. Осындай болып сіздің рекламаңызды да көрсетеді. Неке. Жалпы түсінікті, міне. Полный предпросмотр деп қарасаңыз да болады, неке. Инстаграмның сторисіне көрсетіп тұр. Ас жағында қазір Инстаграмның лентасы ашылады. Міне қараңыз, Инстаграмның сторисі. Сторис. Реклама дәл осылай шығады. Содан кейін барып, мына жерде жоғары жағында группа объявлений деп бізде лента көрсетіп тұр. Лентаға осылай шығады. Енді өттік. Енді біз мынаны жасаймыз. Үшінші адамдардың суреті тұр ең аст жағында. Көрдіңіздер ме? Ең аст жағында адамдардың суреті тұр. Осыған басамыз. Міне аудиторияға келдік. Енді мына жерге ештеңке тиіспейміз. Бәрі дәл осылай тұра берсін. Бұл жерге ештеңкеге тиіспейміз.
Одан кейін барып не асты жағында создать аудиторию деп тұр. Көрдіңіздер ме? Осы жерден таңдаймыз. Мысалы, аудиторияны таңдаймыз, үстін басамыз. New audience деп тұр. Яғни жаңа аудитория. Место. Қараңыздар. Местан үстін басамыз. Разрешить дейміз да. Город Алматы тұр. Көрдіңіздер ме? Яғни сіздің жіберетін қалаңыз қандай қала? Мысалы, біреулер тек қана Алматы қаласы бойынша жіберу мүмкін, ал кейбіреулер бүкіл Қазақстан бойынша қызметін көрсетуі мүмкін. Поисктің үстін басамыз да, осы жерге бізде Алматыны таңдаймыз. Алматы, обновить. Так. Окей. Мысалы, мені Алматы, текущий местоположениені таңдасаңыз болады. Кім жаңағы Алматыда тұрады, солар көбіне текущий местоположение таңдаңыздар, өйткені сіздің нақты тұратын жеріңіз бойынша таргетингті жібереді. Ал енді кім басқа қалалар бойынша тұрады, олар Ақтөбе. Мысалы, міне Актюбинский область, Уралск. Жалпы осылай сізге полностью өзіңіздің неңізді шығарып береді. Өсейтіп. Енді бұны мысалы өстіп удалить ете аласыз үстін басып. Мына жерде Алматы қаласын таңдадық. Мен бір қала бойынша көрсетемін. Міне осылай птичканы басамыз, ұмыт кетпейміз. Міне Алматы, рядом с городом, жалпы қай жер тұр, соны таңдадық. Енді жасын таңдаймыз, возраст 18 жас. Жоқ дегенде 18 болады. Ең көбі максимум 40 жас. Мен 38, 40 деп алайын жарайды. 38, 40 жас. Пол деп тұр, Асты жағында пол деп тұр, міне. Сізге әйел адамдар керек па, жоқ ер адамдар керек па? Мысалы, шаш жасайтын болсаңыз, сізге, немесе кірпік жабыстыратын болсаңыз, ер адамдар кірпік жабыстырмайды, мысалға. Ол кезде тек қана әйел адамдар таңдайсыз. Міне, біз женщине деген таңдадық. Название аудиторию. Мына жерге аудиторияңыздың несін жазсаңыз болады, атын жазсаңыз болады. Мысалы, мен қазір таргетинг жасап жатырмын ба, таргетинг деп жаза салайын, таргет 2 деп жаза салайын. Бұл менің аудиториямның атауы, мысалы. Міне, таргет 2, изменить аудиторию, үстін басам. Енді әйел адамдарды таңдадық. Мына жерде асты жағында расширенные параметры деп тұр. Осыны басамыз. Языки деп тұр, Бұл жерде сізге қандай тіл керек, мына жерге. Соны таңдаймыз. Үстін басамыз. Укажите язык деп тұр, Қазақ тілді адамдар болса, казахский деп таңдаймыз. Мысалы. Казахский. Так, арабский, мысалы. Неге шықпай тұр, әдетте шығатын. Так. Осылай тіл таңдау керек, негізі шығу керек болатын. Русский. Белорусский шығып тұр, русский шықпай тұр. Так, тоқтай тұрыңыздар қазір. Расширение параметры язык деген жерге, мына жерге қазақша немесе орысша. Сізге қай тіл керек, соны жазып үстін таңдайсыздар. Менде қазақша, орысша
болмаған, екеусі де таңдалып тұр, сондықтан мынау басылмай жатыр екен. Енді так, келесі. Жоғары жақта птичканы ұмытпаймыз тағы да. Айтпесе біздің аудиториямыз сақталмай қалады. Обновить дей салайын. Так. Енді аудиторияны таңдадық. Мінеки менің аудиториям. Қандай аудиторияға жерлетім жазып тұр, әйел адамдар 18 бен 40 жас арасы. Мысалы, Алматы қаласы 910 мың адам уже потенциальный охват жинап алды. Енді төмен жағында жерде 4-шісін басамыз. 4-шісін басамыз. Енді қараңыздар, жерде бізге настройте бюджет, используя кнопку или введите сумму деп тұр. Қараңыздар, жерде күнде шығарасыз ба рекламаны, солны көрсетеді. Вес срок действия, яғни қанша уақытқа реклама жібересіз. Асты жағында бағасы жазылып тұр. Енді қараңыздар, ежедневно деймді, вес срок действия, ол уже 26 ноябрь мен 3 декабрь арасында. Мына қараңыздар, бір апта көлемінде көрсетіп тұр. Асты жағында қарасаңыз, нақты датаны көрсетіп тұрады. Бізге енді ондай қатты көп керек жоқ. Мысалы, ежедневно деймді, жерде менің рекламам рубльмен таңдалған, сондықтан мен көбіне рубльмен шығарам. Бірақ сіздерге мен жаңағы доллармен жегенге кеңес беретін едім. 5 доллар. Бір күнге 5 доллар қоясыздар. Бұл ең аз көлем, яғни клиенттің нормальный келетін жаңа уақыты. Бір күнге 5 доллар қоясыздар. 3 күнге шығарсаңыздар 15 доллар қоясыздар. Түсінікті қоя. Ежедневно деп бір күнді таңдадым. Мені қараңыздар, жерге бір күнге мен 300 рубль таңдадым. Сіздер шатас кетпеңіздер. Енді жерде сіздің нақты бюджетіңіз көрсетіп тұр. 150 рубль лентаға кетеді, 150 рубль сторисқа кетеді. Мұны нақты көрсетіп тұр сізге. Енді сәл жоғары көтереміз и жерде начать сейчас деп жазылып тұр. Яғни бұған тиіспейміз, ол тұра береді. Асты жағында неше күнге шығарасыз? Мысалы, 7 күн көрсетілген менде. Жерде минус тұр. Не минус? Осымен сіз 3 күнге шығарсаңыз, 3 күнге азайтасыз. 1 күнге шығарсаңыз, осыны 1 күнге азайтасыз. Түсінікті, Мысалы, мен 3 күнге шығарам и 3 күнді басып қоям. 3 күнді басып қоям. Неке. Для получения наиболее точных результатов теста продолжительность расписания должна составлять от 3 до 14 дней. Уже таргетинг өзінің результатын жазып қойыпты, сіз 1 күнге уже реклама жібермейді екенсіз. Сіз кемінде 3 күнге 3 күн мен 14 күннің арасында реклама жіберу керек екенсіз. Бұл жерде уже өзінің жаңағы обновлениесін жасап, өзінің заңдарын көрсетіп қойыпты. Неке, сенбесеңіздер оқығаныңыздар, 3 күнге жібереді екенсіз ең азы. Енді бұл жер түсінікті болды деп ойлаймын, бағасы, нақты күні. Енді мына жерде оптимизация доставки тұр. Бұл жерде не істейміз, мына жерде клик по ссылке тұр. Дәл осылай тұрады. Мына жерде авто суммасын автоматически алады деген сөз. Бәрі дұрыс, бұл жерде ештеңкеге тиіспейміз, дәл осылай тұру керек. Енді сәл жоғары көтереміз. Сол кезде біздің шамамен қанша охват жинайтынымызды көрсетіп тұр мына жерде. Охват и мына жерде ожидаемый көрсетіп тұр. Көрсеңіздер, түсінікті ме? Яғни, мен 300 рубльге бір күнге қойдым, менікі 960 адаммен 2800 дневной охват болады. Енді ожидаемый деп тұрған сөз, мынау стабильно сізге жазатын клиенттің саны 50 мен 160 адам бір күнде жазуы мүмкін. Түсінікті, Енді мына жерде
ваша реклама будет показываться до 29 ноября деп тұр, яғни менің рекламам 3 күн істейді, 900 рубль мен рекламаға құртамын. Соның бағасын бәрін есепте Facebook бізге көрсетіп тұр. Дәл осылай рекламамыз бітті. Енді мына жерде төмен жақта птичка тұр, жасыл көкпен, осыны басамыз. Проверить заказ деп тұр, Қараңыздар, біздің рекламамыз дайын, аудиториясын, бағасын, текстін, суретін, бәрін біз дайындап біттік рекламамыз. Мінекей, біздің рекламамыз қандай болып көрінеді. Көрдіңіздер ме? Сіздің мына жерде сіздің Instagram аккаунтыңыз жазылып тұр, асты жағында реклама деп жазылып тұр. Әрине картинаңыз, және бағана біз заголовок жаздық, тақырыбын. Дәл осылай сізге мынау тақырыбы көрініп тұр, осылай шығады. Сосын болды. Енді біз реклама, міне қараңыздар, мына жерде график. Сәл жоғары көтерсек, мына жерде общий бюджетті көрсетеді. График қанша, неше, қай күн мен қай күннің арасында. Мына жерде сізге Instagram парақшаңыз, мынау сіздің ссылкаңыз, мынау сіздің Instagram парақшаңыз, жалпы бәрін көрсетіп тұр, Сосын счет и оплата деп тұр мына жерде. Шатаспасаңыздар, біз бұны қазір толтырамыз. Оны көрсететін болам, қалай тіркейтінімізді. Ең соңында разместить заказ дегенді басамыз, міндетті түрде. Разместить заказ дегенді басамыз да, жоғары жақта сохранить дегенді басамыз. Мен жаңағы рекламаны шығарған жоқпын. Өйткені маған бұл рекламаның қажеті жоқ. Сіздерге түсінікті болу үшін ғана рекламаны мен бастым. Енді не қараңыздар қазір. Жаңағы жасаған рекламам тауып алайын. Не қараңыздар, разместить заказ десеңіз болды, сіздің рекламаңыз кетеді. Енді мына жерде бибі деп менің картам тұр, Мына жерге міндетті түрде сіздің картаңыздың, қараңыздар, мына жерге міндетті түрде картаңыздың номерін жазасыз. Кредитный карта болсын, дебитный карта болсын, өзіңіз білесіз. Картаңызды тіркейсіз осылай. Ол жерге алдындағы 12 цифралық кодын и датасын міндетті түрде қоясыз, және артындағы 3 цифрасын жазасыз. Қазір мен оны көрсетейін.